Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ішінен ақша шығатын торттың жасалу жолымен бөлісемін. Ақшаны қалай дұрыс орналастырғанда барлығы шығып кетпей, біртіндеп шығару жолын көрсететін боламын. Ең алдымен пленкаларымызды дәл осылай ақшаны көлемде қырқып аламыз. Ақшамызды саламыз. Және үстіне фольга қойып, үтікпен жабыстырып шығатын боламыз. Ақшамыз, пленкамыз жабысты. Барлық шетін осылай фольгамен үтіктеп шығамыз. Неге ақша барлық шетін жапты? Ақшаның барлығын осылай пленкамен орап шықтық. Мұнда 50 000 теңге. Енді осы ақшаларды бір-біріне жабыстырып шығамыз жіңішке скотч арқылы. Екі бетінен де скотчтаймыз. Ақшаның бәрін дәл осылай тығыз етіп орап шығамыз. Және осындай сүйекті анама деген топ берді. Скотчтап мына ақшаға жабыстырдық мықтылап. Бұлай тартқанда алынбайды. Енді осыны торттың ішіне саламыз. Тортты мына ақшаны қойып, тортты кесіп шығамыз. Өлшеп алдық. Енді дәл осы коржды аламыз. Тереңдеу болу үшін астындағы коржды да осы көлеммен кесіп аламыз. Енді осы ойып алған жерімізге пергамент қағазын салып шығамыз. Немесе пленка салып қоюға да болады. Артық жерлерін кесіп тастаймыз.
Ақшаны салып болдық. Енді үстіне ең беткі коржын қойып шығамыз. Бетіне ең бетіндегі коржды қойдық. Енді бетін ганашпен қаптап шығамыз. Достар, біз ақшаны торттың ішіне орналастырып болдық. Бұл торт клиентке болғандықтан мен бұны шығарып көрсете алмаймын, бірақ жасау барысында 5-6 рет қайта-қайта шығарып, тексеріп көрдім. Егер менің жасау жолым сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.